Баршаңызға сәлем. Бүгін үйдегі бар азық-түліктен өте оңай дәмді кекс жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Міне осылай іштері әдемі болып көтеріледі, өте дәмді. Алдымен айранға ас содасын салып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында жұмыртқаға қантымызды қосып, аппақ болғанша миксерлейміз. Оған бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды, кішкене сұйық майымызды қосып тағы да миксерлейміз. Көп миксерлемейміз. Сосын айранды массамызды құямыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып араластырамыз. Миксерлемейміз, тек араластырамыз. Массамыз басылып қалады. Ұнымызды салып араластырып, формаларымызға салып шығамыз. Осылай барлығына салып шығып, 180 градуста пешіңіздің ыңғайына қарай 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Алғашқы 15-20 минут пешті ашуға болмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида.